жүрмешілер ғой. Сендер қазір жарты бас болдыңдар ғой. Үлкен жігітсіңдер ғой. Кішкентай 3 жасар бала емессіңдер ғой. Қазір ғана туалетке келдім да бала. Туалетке келдім да. Кіршанияқа. Мына қойшы. Мағашына сіздіктерінде ағызбай кетіпсіңдер балалар. Мына жерге сиіп кетіпті намырамын. Мағашына. Жерге сиіп кеткен ғой. Мына шетін бәрін шаптырып мына. Шеттерін бәрін сиіп тастаған мына шеттерін бәрін. Сідігін ағызбай кеткен. Мына қараңдаршы. Қараңдаршы. Дұрыстап сүйсендер болады ғой. Қоя тұрдаршы, қайтсаңыз тоғылдатып отқан. Балалар, неужели дұрыс сүйуге болмайды? Жәндерім үшін. Неужели дұрыс сүйуге болмайды? Апшулерің қисық па балалар? Апшулерің қисық па? Жоқ. Или может апшулерің басқа жақтан өсе ма? Жоқ. Неужели дәу ракинаға балдар дұрыстап сүйуге болмайды? Жәндерім үшін, осы сендер үшін тазалаймын ғой мен. Соны сендердің сіздіктеріңді, сендер осы боқтарыңды мен өзім тазалаймын, өзім жуамын, қасым ағайларым жуады. Біз осы азан мен осы келемізді 3 сағат бойына залды тазалаймыз. Таңғы сағат 9 ғой. Сендер бірінші жаттығу, сендер таңғы сағат тап-таза залға келіп тұрсыздар. Мен азаннан келіп осыны жинаймыз, тазалаймыз. Келемізді, сендер біздің істеген бүкіл еңбегімізді аласыңдар ит қыласыңдар. Неужели ағайларың жанын ашмайды? Неужели ағайларың жанын ашмайды? Жәндерің ашмай ма? Жәндерің ашмай ма дейді? Ашсаңдар оны неужели маған бұлан былай істейсің? Бергеші, не деген сұмдық мына ашына. Сасып жатыр маған ашына. Мына келген мен сідігін ағызбаған, еще жерге сиіп кеткен оның ашына, жер барша. Жерге сиіп кеткен оның ашына. Жердің бәрі сідіктің кеуіп кетті ана. Балалар, бұның бәрі бар ғой, жігіттер, сендер үшін жасалынады ғой. Осы тазалық. Егерде маған бәрібір болса балалар, мен мынаған мән бермейтін едім. Мен кетіп қалатын едім қазірші. Көп адамдар сөйтіп мән бермейді. Бірақ мен үшін не үшін тазалаймын? Сендер таза жерде отырса екен деймін. Таза жерде дәрет алса екен деймін. Таза жерде жұмса екен, таза жерде жаттығу жасаса екен. Мен балаларым, оқушыларым тазалыққа үйреніп, таза жүрсе екен деймін. Жігіт емессіңдер ме? Дұрыс па менікі? Дұрыс. Неужели сендер үйлерінде мамаларың, әкелерің, аналарың бар, үйде болса жерге сиіп кетесіңдер ма? Жоқ. Сиген кезде жерге сиіп, сіздіктерін сасытып ағызбай кетесіңдер ма? Жоқ. Неужели үйде аналарыңа келем үйретпейді сендер? Үйретпей ма? Үйретеді. Үйретсеңдер немеге істеп отырсың андай? Мен сендер үйлеріне барайықшы мысалға. Мен де өйстіп, сендердің аналарың, әкелерің жуап тазалайды, мен жерге сиіп кетем да, ішіне сием да, іші суын ағызбай кетіп қалады. Қалай болады? Қалай болады бала? Енді жаман болады ғой, ол құрметсіздігін сен сол адамға, сол үйдің шаңырағының басшысына, сол үйдің қожайына сен құрметсіздігіңді өзің мал, хайуан екеніңді көрсеткенің ғой. Жәндерім таза болыңдаршы, түсіндің бе? Дәл ұмытасыз ғой, қай жерге барсыңдар, любой мекеме, любой жерге барған кезде, қандай жерге барған кезде дұрыс сүйсеңдерші. Ұмытасыз ғой, дәу болма ұмытасыз. Неужели унитазның ішіне дәу сықып атқанда көрдіңдер? Унитазына сиген кезде мынаны дұрыстап сүйге болмай ма? Или тәжақтарын басқа жақтан өсе ма? Нормально сүй, любой жерге барам мен. Любой қандай зал емес, қандай да мекемеге барам ба жігіттер? Сиген кезде міне ішіне сиді ма, тамшы түсіп қалды ма? Қағаз алам да, қағазды желі сүртем да, анау унитазның шеттеріне даже тамшы тиіп кетті ма, соны сүртіп, мусорный шелекке тастап, суды ағызып сөйтіп кетеді. Ол құрмет.
Мега Силкой, Хан Шатыр, Азия парк, керуен Астанада көп қой. Қандай да мейрамхана, ресторан, қандай да жерлер көп қой жігіттер. Иә. Қандай жерде сендер барасыңдар ма? Азия паркқа барасыңдар ма? Керуенге, Мега Силкойге, кино көруге, ол сіз дәретханаға барасыңдар ғой. Ол құрмет бала, ол сыйластық. Бұл сендер ойламаңдар, біз үйдің ішінде ғана бір тазалық сақтау керекпіз деп. Біз үйдің ішінде ғана дұрыс жүру керекпіз деп ойламаңдар балалар. Ол мынау қазақ елі, қазақ жері, ол сендердің үйлерің. Бұл ортақ бәрімізге. Қай жерде жүрсің де, үйіңде қандай тазалық ұстайсың? Үйіңде балам. Мега Силкой, Хан Шатыр, керуен, Азия парк, көшеде, далада қақырма, түкірме, дұрыс жүр, дұрыс дәретіңді тазалық сақта балалар. Бұның бәрі біздің ел, біздің жер, біздің үй бұның бәрі. Біз осының бәрін тазалықпен, тәртіппен біз осының бәрін дұрыс қарамасақ, ертеңгі күні қиын болады балалар. Қасым, менікі дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс ағай. Сен жүрген дұрыс сүйге болмайды. Бағана азынаған тап-таза болып тұрады ғой. Жәндерім ішіне ағайларыңа кішкене жәндерің ашсыншы. Түсінікті ма? Мынандай қайталанбасыншы мынандай. Арттан мына ағызып жүрген раковинаға сіңгірдіңдер ме? Арттарынан мұрынбоқтарын жуып жүріңдер. Сіңгіріп мұрынбоқтарына раковинаға тастамады. Қандайшы мына раковина? Қандай тап-таза? Мынау кім үшін мынау? Біздің үшін. Сендер үшін ғой. Егер де маған бәрі болса, неде бар ғой, жаңағы тренировка істеген балалар бар ғой, сіңгіріп кететін еді, мен бүйтіп кете беретін едім мен. Қойшы осын деп. Мен әр нәрсеге қараймын, тазалыққа қараймын, қараңдаршы, тап-таза раковина. Сендер үшін осы. Міне сіңгірдіңдер ма? Сіңгірдіңдер ма? Арттан жуыңдар. Еш қиындық жоқ. Су ғой, дайын су. Кезінде біздің ауылда бар ғой, судан ал 2-3 километр алыс жерден алып келетін, құдықтан алатынбыз. Қазір дамыған заманның су бар ғой, ағза сал, суыңды мұрынбоғыңды ағыз, қолыңды жу, бетіңді жу, тап-таза, қандай әдемі. Дұрыс па балалар? Осы тазалыққа не қылыңдаршы, үйреніңдерші жәндермен. Түсіндер ма? Киімдерің, үстіндегі нәскилерің, аяқ киімдерің, барлықтары ауыспалы болсын, жаттығу киімі бөлек болсын. Жүрген жерінде киімдерің таза, жүрген жерінде үстілерің таза, өздерің таза. Тазалыққа жақсы қараңдар. Сонда береке болады. Жақсы ма? Мынандай қайталанбасын жәндермен үшін. Сендер үшін бәрі. Ағайлар еңбектің аяқпен таптамаңдар. Түсінікті ма? Все, барыңдар. Бауырлар, жігіттер, құрметті оқушылар, құрметті балалар. Мына тазалықтың бәрі сендер үшін, жәндерім үшін. Ағайлардың еңбегін сыйлаңдар. Ағайлардың сендерге жасап отқан мынау менің бүкіл істірлігімді сыйлаңдар. Тазалық түбі береке. Тек қана мен емес, мына қазақ еліміз бәріміздің ортақ жеріміз. Қандай да мекемеде, қандай да жерде, үйде болсын, үйдің сыртында болсын, тазалық сақтаңдар. Қандай жерде жүрсеңдер де қазақ еліміздің жерінің ішінде сол жерді құрметтеп сыйлаңдар. Оның ішінде дәл сендердің сияқты аналарың, әкелерің, бауырларың, қарындастарың, әпкелерің сөйтіп жинайды, бәрін тазалайды, бәрі сендер үшін. Әр адамның еңбегін сыйлай біліңдер. Рахмет.